Хей, барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге қазақша викторина арнасы. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге Игра в кальмара 2 сериалынан алынған 15 тест сұраққа жауап беретін боламыз. Жалпы әр сұраққа 10 секунд, әр ұпайға 10 балл беріледі. Жалпы Игра в кальмара 2 сериалының тестіне жауап бере аласың ба? Бүгінгі видеода бірге анықтайтын боламыз. Және де арнаға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны шертіп, ақылдылар санын тезірек 1000-ға жеткізейік. Және де достарыңызға да бөлісуді ұмытпаймыз. Ал көп созбай видеомызды бастаймыз. Бірінші сұрақ. Игра в кальмара 2 маусымның премьерасы қашан болды? Жауабы А. Екінші сұрақ. 2 маусымда жаңа ойындардың бірі қалай аталады? Жауабы А. Айна лабиринті. Үшінші сұрақ. Сон Ки-хунның 2 маусымдағы шаш үлгісі қандай? Жауабы В. Қызыл шашты. Төртінші сұрақ. 2 маусымда ойыншылардың саны қанша болды? Жауабы В. 150 ойыншы болды. Бесінші сұрақ. Ойыншылардың киіміндегі нөмірлердің ерекшелігі қандай болды? Жауабы В. Алтыншы сұрақ. Ойындағы фронтмен деген кім? А. Ойын жүргізуші. В. Вип қонақ. С. Ойыншы. Д. Полицей. Жауабы А. Ойын жүргізуші. Жетінші сұрақ. Игра в кальмара ойыны қай елде өтті? Жауабы ойын Корея елінде өтті. Сегізінші сұрақ. Вип қонақтар деген кімдер? А. Бұрынғы жеңімпаздар. В. Бай адамдар. С. Ұйымдастырушылар. Жауабы В. Бай адамдар. Келесі 9-шы сұрақ. 2 маусымда ойыншыларға қандай жаңа ереже қосылды? Жауабы бір-біріне шабуыл жасауға болмайды, яғни С нұсқасы. Келесі 10-шы сұрақ. Ойыншылар не үшін күресті? Жауабы А. Ақша үшін күресті. Келесі 11-ші сұрақ. Ойыншылар қай түсті форма киді? Жауабы С. Жасыл киімде форма киді. 12-ші сұрақ. Ойыншылардың киімінде не болды? Жауабы ойыншылардың киімінде нөмір болды. Келесі 13-ші сұрақ. Ойынның басты белгісі қандай? Жұлдыз, шаршы, шеңбер немесе үшбұрыш? Жауабы В. Шаршы. Келесі 14-ші сұрақ. Сон Ки-хун 2 бөлімінде не істеді? А. Үйіне кетті. В. Ойынға қайта оралды. С. Вип болды. Д. Полицейге хабар берді. Жауабы В. Ойынға қайта оралды. Ал енді соңғы 15-ші сұрақ. Ойыншыларды бақылау үшін қандай технология қолданылды? Жауабы В. Жасырын камералар қолданылды. Ал достар, осылайша қазақша викторина арнасында Игра в кальмара туралы 15 сұрақ жасырылды. Сіздер соның қаншалығына дұрыс жауап бердіңіздер? Соны пікірге жаза кетіңіздер және видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Ал арнаға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде арнаға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны шертіп, ақылдылар санын тезірек 1000-ға жеткізейік. Келесі жолы қандай сериалдарға видео түсірейін, комментарийге жаза кетіңіздер. Ал сіздермен бірге болған қазақша викторина арнасы келесі кездескенше аман сау болыңыздар.